Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін өте ерекше, құрамы аз заттардан жасалатын ең оңай англиялық банафи пай десертінің рецептімен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болатын Олжан, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттармен танысатын боламыз. Бөлме температурасындағы сары май, қопсытқыш, қант, ұн, 2 жұмыртқа, вареная сгущенка және 2 банан қажет болатын болады. Ал енді таза ыдысымызға бөлме температурасындағы ерітілген сары майымызды салып алатын боламыз. Сонан соң үстіне қантымызды қосатын боламыз. Енді жақсылап араластырып шығамыз. Сонан соң жұмыртқамызды бірінен соң бірін салатын боламыз. Жұмыртқамызды салып алған соң венчикпен жақсылап араластырып шығамыз. Кейін електен өткізіп, ұнымызды салып, жақсылап илейтін боламыз қамырымызды. Осылай біркелкі масса болғаннан кейін пленкаға орап, тоңазытқышқа 30 минутқа қоятын боламыз. Жарты сағаттан соң тестамызды алып, енді оқтаудың көмегімен жақсылап жаятын боламыз. Дайын болған тестаны 22 сантиметрлік формаға саламын. Ал сіз өз үйіңіздегі, өз жағдайыңыздағы формаға қарай салсаңыз болады. Осылай жақсылап формаға орналастырған соң, көтеріліп кетпес үшін вилкамен үстінен дәл осы видеода көрсетілгендей жасап шығатын боламыз. Енді үстігі қабаты көтеріліп кетпеу үшін үстіне пергамент қағазын жауып, оның үстінен күріш немесе гречка салып қойсаңыз болады. Дайын болған тестамызды 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Мінекей тестамыз дайын болды. Енді 10-15 минутқа суытуға қоямыз. Ол суығанша біз кремін дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 33-35% сливки, қопсытқыш және творожный сыр қажет болады. Ал енді сливкиімізді кішкене қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Сонан соң үстінен қант ұнтағымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді осылай қою болған кремге творожный сырымызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп шығатын боламыз. Мінекей креміміз дайын болды. Ал енді суыған тестамызды алып, үстіне біркелкі етіп вареная сгущенканы жағып шығатын боламыз. Ал енді үстінен қиғашынан кесілген банандарымызды дәл осы видеода көрсетілгендей қойып шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай.
Енді үстінен кремімізді жағып, жақсылап әсемдейміз. Менде 333 насадка. Сіз өз қалаған насадкаңызды, үйіңізде бар насадканы пайдалансаңыз болады. Кондитерлік пакетке кремімізді салып аламыз. Сонан соң видеода көрсетілгендей әсемдеп шығасыз. Мінекей осылай болып шықты. Енді үстіне әртүрлі крошкалар мен шоколадтың майдаланған түрлерімен әсемдесеңіз болады. Ал мен фуби-пай тортынан қалған ұсақтармен дәл осылай әрлеп шықтым. Ал сіз оның орнына какао қоссаңыз болады, шоколад қойсаңыз болады. Ол жағы өз еркіңізде. Ал енді дайын болған десертті 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Формасы жақсы ұстау үшін. Достар, бұл рецепт сіздерге де ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте жылдам әрі дәмді шығады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіз. Барлықтарыңызға кездескенше сау болыңыздар деп айтамын.